Жамбыл облысы алдағы жылу беру маусымына дайын. Газ, электр энергиясын жеткізуде іркіліс болмайды. Бұл туралы облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының орынбасары Құдайберген Қорғанбаев айтты. Қазір өңірдегі жылумен жабдықтау нысандарының қысқа дайындығы 99,8% құрайды. Оның ішінде 437 қазандық жүрген. Барлығы 340 шақырым болатын жылумен жабдықтау желілерінің 338,5 километр немесе 99,6% дайындалды. Ал облыстағы 1593 көп пәтерлі тұрғын үйдің қысқа маусымға 99,1%-ға дайын. Айта кету керек, Нұрлы жол инфрақұрылымдық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында қаланың аумағында биыл М2 және М4 жылу магистральдары қайта жаңғыртылуда. Өткен жылы 1,7 миллиард теңге бөлініп, 6,2 шақырым жылу магистралі қайта жөнделсе, осы жылы жұмыс көлемі айтарлықтай артып, 7,6 миллиард теңге бөлінген болатын. Бұл келесі жылдан бастап қала тұрғындарына ыстық суды жаз айларында үздіксіз беруге мүмкіндік жасамақ.